Дәл осындай көңіл күймен біз кешімізді жалғастырамыз. Келесі қозғайтын біздің тақырыбымыз мынандай болмақ. Жалпы біз өмірде қолданамыз, бірақ оның сөздік атауы жоқ сөздер. Ендеше кеттік оқып берейік. Бірінші, чатқа қайдағы жоқ видеолар жіберетін адам. Видеот. Кемпірінің айтқаннан шыға алмайтын шал. Подголошник. Внимание жетіспей ауыратын адам. Внимание. Шәймен айналысып байып кеткен адам. Шейх. Қазақстанның байлығы сатылып жатыр деп ашуланатын пенде. Пенделеев. Мазақтай беретін адам. Мазахист. Өзі ауылдан шықпайтын, бірақ қаладан келгендерді ұрып жіберетін жігіт. Ауылбайып. Тойға әйелсіз келетін жігіт. Тойдақ. Нәскиінен жағымсыз иіс шығатын адам. Нәски каман. Қызға ұқсайтын бала. Бала бол. Тойға келем деп келмей қалатын звезда. Звезда бол. Насыбай атып сасып жүретін адам. Сасвайшик. Ішіп алып ән айтатын адам. Пианист. Секреті ашылмаған қыз. Секретаршы. Терлеп тұрып емдейтін емші. Термеші. Пардан шықпайтын мент. Парламент. Митингқа шыға беретін апа. Оппозиция. Ішетіндердің отырысы. Іс-шара. Сайлаудан кейін ұмытылып кететін кандидат. Ұмыткер. Қыз құсап билей беретін жігіт. Бидараз. Рахмет!